Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Бүгін біз уха, яғни балық сорпасын дайындаймыз. Бізге керекті заттар экранның бетінде көрсетулі тұр. Ыдысымызға су құйып қайнатамыз. Қайнап тұрған судың үстіне балықтарымызды біртіндеп саламыз. Керек ингредиенттер турап дайындап қоямыз. Күрішті де жуып дайындап қоямыз. Суымыз қайнаған соң көбігін аламыз. Көбігін алуды ұмытпаймыз. Балықты 20-25 минут қайнатамыз. Балық өте тез піседі. Балығымыз дайын болған кезде біртіндеп сүзіп аламыз. Сорпамызға керек көкөністерді саламыз. Дәмдеуіштерді саламыз. Күрішімізді саламыз. Баяу отта 10-15 минут пісіріп аламыз. Балықты етінен, сүйегінен бөліп ажыратамыз. Үйде кішкентай балдар болғандықтан мен осылай жасаймын. Сүйегі кетіп қалмау үшін. Сүйегінен ажыратып болдым. Міне біздің ухамыз дайын болды. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.